Қайырлы күн, құрметті достар. Өздеріңізге белгілі, биылғы жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп танылғаны баршамызға мәлім. Біз бүгін осы жұмысшы мамандықтар жылына орай еңбек адамы, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай жаңа орған мебель Азамат ағамыздың жиһаз жасап шығару цехына келіп отырмыз. Егер қызық болса, бізбен бірге болыңыздар, жақынырақ танысатын боламыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Азамат аға, жағдайларыңыз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Өздеріңізге белгілі, биылғы жыл жұмысшы мамандықтар жылына орай өзіңізді еңбек адам ретінде өзіңізден келіп сұхбат алып, кішігірім жұмыс барысыңызбен танысуға келіп отырмыз. Рахмет. Болады. Олай болса, Азамат аға, көп созбай сұраққа көшсек. Менің ең әуелгі сұрағым, бұл кәсіп жолына қалай келдіңіз? Бұл кәсіпке негізі өзім бала кезден қызығушылығым бар тұғын. Сонымен бұмен мектеп кезде 3 ай демалыста Шымкент қаласына барып, бөлімнің қасында үйреніп, одан сайын ары қарай қызығушылығым артып, солай басталды жалпы. Содан ары қарай осылай үлкен кәсіпке қарай бет алдық. Құдай қаласа, ауданның қызметінде жүрміз қазір уақытта. Жалпы Азамат аға, мынау жұмыс цехтарыңызбен танысып, яғни түрлі жиһаздарыңызды, станоктарыңызды көріп жатырмыз. Жалпы өзіңіз жұмыспен қанша адамды қамтып отырсыз? Яғни қол астыңызда қанша адам жұмыс жасайды? Қазіргі уақытта менде 2 баланы жұмыспен қамтып отырмын. Өздеріңіздің тұтынушыларыңызға қандай жиһаз түрлерін ұсынасыз? Яғни қандай жиһаздар жасап шығарасыздар? Үйдің барлық жиһаздары, ас үй бөлмесінің кухня гарнитур деп жатамыз ғой. Кухня гарнитур, кіреберіске, прихожая деген сияқты, купейный шкафтар, көрпе төсек жинайтын, киім жинайтын. Енді үйге не қажеттіліктері бар, соның барлығын осы ламинаттан жасалынады. Енді крашеный деп жатады, қазір заманауи деп жатады. Солардың барлығын осы ПВХ станок арқылы тапсырыспен беріп, енді крашеный есіктер жасадық. Қазір бұл заманауи нәрсенің бәріне көштік, өйткені заң талабына сай қазір заманауи нәрселер жасаймыз. Енді мен іштегі жағындегі станоктармен, аппараттармен таныстырып жіберейін. Мысалға, алдыңызда тұрған ПВХ станок деп айтып жатады. Мысалға, ламинаттардың жиектерін барлығын жабыстырады. Бұл енді ауданда жоқ, озық технология болған екен, осыны алып жатырмын. Алдық, осы елдің қазір менде тек қана бұл станок өзім ғана пайдаланбаймын. Осы жиһазда айналысатын, осы аудандағы жиһазбен айналысатын жігіттердің барлығына мен осы жерде ауданда Түркістанға жібермеймін. Осы жерден басып қажеттіліктерін орындап беріп жатырмын. Одан бөлек өзіме де жарап жатыр қазір уақытта. Енді одан кейін мына жақта распильный станок. Бұл распильный станок деген жаңағы ламинаттардың барлығын 90 градусқа кесіп, миллиметрмен сіздің мысалы үйіңізге керек ас үйдің есігі, корпусы деген нәрсенің бәрі осыдан кесіліп, осы жағында ПВХ станоктан өтеді. Одан кейін мына жақта бізде мынандай ЛСП деп жатамыз, ламинат. Бұлар енді ауданда қазір арзандау түрі, бірақ арзандау түрі болғанда бұл үйдің есіктің жиектеріне дабрук деп жатамыз. Сондайға пайдаланатын ламинаттар. Алыналар өзіміздің тығыздығы мықты, СФЗ деп айтамыз, өзіміздің мебельдің жиһазының несінде. Бұлар корпусный мебельдерге, есіктерге кете береді. Енді бұл енді мендегі алып келген осы жердегі ламинаттар ауданда жоқ ламинаттар көбісі, өйткені мебельге барлығы арналған сапалы ламинаттар. Олай болса, мына мен келген клиенттерімді тапсырыстарымды қабылдайтын бөлмеме көрсетейін. Енді осы жерде келген клиенттерімізді қабылдап алатын осы жер орнымыз. Бұл жерде қазір клиентке ауызша айтып, енді көзбен көрмейінше ешкім сенбейді ғой, ешнәрсе қалай елестетемейді. Біз сол үшін елестетпеу емес, көзбен көруге бүкіл мүмкіндіктер жасағанбыз жанынан. Ең бастысы көзбен көріп, қолмен ұстап көреді, материалдардың бәрі осы жерде. Міне енді мынау таныстыратын болсам, мысалға келген клиенттерге мен мысалға ұсталатын дүниелерім, мысалға мынау жерге баяғы труба қойып, төмен қойып беріп кететін, қазір үлкен биіктікке осындай механизмдеріміз бар, қойып, аккуратно қоюға болады. Мысалы, кухня гарнитурының беттеріне заманауи столешницалар, мысалы, өте мықты сапасы. Столешница, мысалы, су тисе сынып кетеді, мынаның шыдамдылығы өте мықты. Бұның да неше түрлері бар, мысалы. Мынау жағында
жәндегі сыртта көрсеткендей расцветті ЛДС-лар, ламинаттар. Оның ішінде арт жағыңызда МДФ, мынау жағыңызда мысалы акрилдер, сосын мынандай жерде ең бастысы осы енді ауданда енді көзбен емес, ойлау емес, көзбен көруге жасап қойған дүниелер там бәрі, мысалы сушилка, ыдыс-аяқтар қоюға деген сияқты. Бұны енді біз біле бермейміз, ер азаматтар, бұны әйел кісілер қадірін мықты біледі деген сөз ғой жалпы. Мынандай сушилкалар бар мысалға. Одан кейін мына тұтқалар, клиенттер мысалы таңдап алатындары, әр расцветісінен, әр түрісінен, және МДФ материал деген крашеный, мыналар рифленый, полурифленый, одан кейін выборка деп айтылады. Мықты дизайндағылар бар, бұдан да мықтылары да бар. Одан кейін осындай раковиналар ас үйге. Жалпы Азамат аға, мынау жиһаздарыңызбен, жұмыс барысыңызбен танысып жатырмыз, өте керемет. Енді сізге қояр тағы бір сұрағым, осы кәсіп саласында өзіңіздің қаражатыңызбен бастадыңыз ба, әлде мемлекет тарапынан қандай да бір қолдау болды ма? Өте орынды сұрақ. Бұл енді жаңағы мемлекет тарапынан көмек болды. Сол уақыттарда осы үлкен нені қалай бастаймын деген ой тұрған кезде мемлекет тарапынан қолдау болып, өндіріске қаржы бөлді, несие, ол несие ауыл аманат жобасы бойынша қатысып, осы құжаттарды толтырып 2,5% мөлшерінде кепілмен алып, ары қарай осы кәсібімді үлкейттім. Жаңақорған ауданы әкімдері келіп қолдау көрсетіп, барлығы рахмет, осы кәсіптің барлығына көмегін берді, аудан тарапынан рахмет бұл кісілерге. Жалпы Азамат аға, сұхбатымыздың соңына да таяп қалыппыз. Біріншіден сұхбатқа келісім бергеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Жұмысыңызға ары қарай да табыс тілейміз. Әр қазақ бай болсын. Рахмет, ауданда қызметтеміз, құдай қаласа кеп тұрыңыздар.